Бүгін бізде қыздар мен балалар бірге жарысайықшы деп, екі-екіден бөлініп, қазір мен оларға задание беремін, а олар соны орындайды. Давайте ал, кеттік, бастаймыз ба? Мен Подарок еттім ба? Зоминан подарок еттім. Бүгін демалыс болғаннан кейін Алинур мен Мұстафа целый день бокспен айналысып жатыр. Давайте задание бірінші раунд. Бірінші раунд. 20 рет отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Қыздар, давайте, қыздар. Мен сендерге. 20 жасадың ба? 20. Молодцы. Так, нича. Ұлдар біріншінші. Кеттік. Екінші раунд. Мен қазір бір затты жасырамын. Осы бөлмеден шықпаймын. Бір затты жасырамын. Сол затты кім бірінші табады? Или қыздар, или ұлдар. Сол бірінші место алады. Жарай ма? Кеттік, ал сендер барлықтарың анақта көздерін жұмып тұрыңдар, мен тастаймын. Қазір мен айтам не тығатынымды. Мен мынау резинканы тық қоямын. Көздеріңді жұмыңдар. Аяру, артқа қара. Мен білем сендердің көретіндерін. Алинур, артқа қара. Артқа қараңдар. Артқа. Аяру, сен көріп тұрсың, мен біліп тұрмын сені. Қарасай, көзі қарап тұрсың ғой, міне тесіктен. Артқа қара. Так же нечестно? Қараңдар артқан. Жігітше қараңдар, Алинур. Жігітше. Жігітше, давай, жігітше. Мына тапочканың бәріне шашып тастапсыңдар. Қақа тықсам екен. Мен нағыз туралы ұмытып кетіппін ғой, нағыз слишком хитрюга. Мен уже болдым. Мен болдым. Барлығы іздеп жатыр. Не, қай жақта? Резинка. Қыздар жеңді. Бірде бір. Енді үшінші раунд. Мына жерде қыздар ма, ұлдар ма, кім тез жинап болады? Өздері шашты, өздері жинады. Таласпаңдар. Давайте быстро, кім жылдам? Қыздар или ұлдар? Неге? Ұтылып қаласың қазір? Потому что я сделаю бац, и вот так, и выиграю. Давай. Чіпі болып қалды. Аярушка шәл басын ұрып алды стенаға. Сондықтан да ары қарай жалғастырамыз. Давайте быстро, кім жинайды? Бір-бірімізге соғыспаймыз. Жанағында чіпі болмасын. Аяру, Қыздар жеңді. Молодцы. Так, 4-ші раунд бізде балалар осындай футболкалар алып алды. Қазір соны кім бірінші киеді, соның командасы жеңеді. 1, 2, 3. Только без драки. Алинур, Мұстафа бірінші киді. Ұлдар. Нечестно? Неге нечестно? Короче, опай, 2-2. Енді кім жеңетінін білу үшін бізде 5-ші раунд болады. Жақсы ма? 5-ші раундта мен қазір бір түс айтамын. Сол түсті сендер тауып әкелулерің керек. Жарай ма? Так, қазір айтам. Дайындалып тұрсыңдар ма? Көк? Неге көк? Неге қызыл? Қазір мен айтамын.
Жоқ, қандай түс айтсам екен, қандай түс айтсам екен? Ақ! Жоқ, ақ зат, ақ зат. Дұрыс. Зарина тапты. Короче, қыздардың ол ақ емес қой, ол серый ғой. Мынау. Серый ғой, ол серый. Ой, так болды, қазір сері болып кеткен ғой. Кір болғаны ба? Короче, қыздар 3 ұпаймен, ұлдар 2 ұпаймен жеңіліп қалдыңдар. Короче, қыздар vs ұлдар. Бізде қыздар 3 балл, ұлдар 2 баллмен. Енді, к сожалению, жеңіліп қалды. Ендігі ойында, надеюсь, ұтады. Я, балалар? Осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді бас. Жоқ, тағы да идея қандай? Қандай идея бар? Зарина деген бізге күшті идеялар береді. Қорсыз. Несколько цвет. Жарайды, қазір басқа видео түсіреміз оған. Қолсыз. Давайте, ендігі видеода біз қолмен, қолсыз деген челлендж түсіреміз. Жарай ма? Еще алсыз. Аяқпен неше? Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока. Подписка жасап, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Пока-пока. Ұлдар ренжіп тұр, ал қыздар қуанышты. Пока-пока. Пока.